Оқушыларым, жандарым, үлкен рахмет сіздерге. Осылай мені құттықтап жатқандарыңызға үлкен рахмет, алғысымды білдіремін. Енді бүгінгі сабақты жаңа тақырыпты өтетін боламыз. Тақтаға назар аударыңыздар. Оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз жақсы адамдарым деп аталады. Қол созамыз көп неге біз айға, күш табатындай, құс қанатындай. Мейірім қайда, мейірім қайда, береке дейтін базарым қайда, иман мен дәстүр ғажабым қайда, әр қазақ менің жалғызым дейтін қазағым қайда, қазағым қайда. Жақсы адамдарым, бақыт өмірдің бас қадамдарын, тектілікпенен татулық дейтін берік болсыншы тас қамалдарың. Жақсы адамдарым, кем емессіңдер патшадан бәрі, бес күн өмірде жасалсын ылғи, жақсы малдарың, жақсы малдарың, жақсы малдарың. Бағаламаймыз қолыңда барды, жүрмеді өлмеш жолыңда мәңгі. Біз байып бірден, біз байық мүлден, адамдық саңды, жақсылар сауып құратын бүгін, көгімде жайнап тұратын күнім. Жақсылығымен жаудыртып жатыр жаратқанымның рақым нұрын. Жақсы адамдарым, бақыт өмірдің бас қадамдарын, тектілікпенен татулық дейтін берік болсыншы тас қамалдарың. Жақсы адамдарым, кем емессіңдер патшадан бәрі, бес күн өмірде жасалсын ылғи, жақсы малдарың, жақсы малдарың, жақсы малдарың. Жақсы адамдарым, бақыт өмірдің бас қадамдарын, тектілікпенен татулық дейтін берік болсыншы тас қамалдарың. Жақсы адамдарым, кем емессіңдер патшадан бәрі, бес күн өмірде жасалсын ылғи, жақсы малдарың, жақсы малдарың, жақсы адамдарым, бақыт өмірдің бас қадамдарын, тектілікпенен татулық дейтін берік болсыншы тас қамалдарың. Жақсы адамдарым, кем емессіңдер патшадан бәрі, бес күн өмірде жасалсын ылғи, жақсы малдарың, жақсы малдарың, жақсы малдарың.